Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, мамықтай жұмсақ болып шығатын дәмді пирог дайындаймыз. Жасау жолы өте оңай және құрамдары да өте жеңіл. Ол үшін ең бірінші сары майымызды ертіп аламыз. Содан соң таза ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін миксердің аз жылдамдығынан кішкене миксерлеп аламыз көпіршіктенгенге дейін. Содан кейін секерімізді аз-аздан сала отырып, миксеріміздің жылдамдығын көтеріп отырамыз. Осылайша жұмыртқамыз бен секерімізді араластырып отырып, миксерлеп аламыз. Бізде осындай аппақ массасы болып шығуы керек. Содан соң сгущенкамызды қосатын боламыз. Мінекей сгущенкамызды қосып араластырғаннан кейін келесі бізде ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Ұнымызды разрыхлете қосып алдын ала дайындап қойған болатынбыз. Соны енді бөліп миксерлейтін боламыз. Мінекей аз-аздан сала отырып миксерлеп аламыз. Одан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша мақ қоссаңыз болады, бірақ ол міндетті емес, мақсыз да өте дәмді болып шығады. Мінекей мағымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Ең соңында ертілген сары майымызды қосамыз да, тағы да барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Қатты ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Мінекей осылайша біздің дәмді пирогымыздың массасы дайын болады. Ендігі кезекте осындай формамызға құятын боламыз. Егер сізде пергамент қағазы біткен болса, осылай мен сияқты қағаз қолдансаңыз болады. Бұл да жақсы көмектеседі. Ендігі кезекте осылай пирогымызды қызып тұрған пешімізде 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез пісетін болады. Және пирогымыздың піскенін осындай шпажка арқылы тексеретін боламыз. Егер де біздің шпажкамыздың басы дымқыл болмаса, пісті деген сөз, пирогымыз дайын деген сөз. Мінекей осылайша біздің дәмді пирогымыз дайын болып шығады. Өте жұмсақ және шаймен ішуге керемет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге сөзсіз ұнайды. Егер де менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментария жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сізге ұнаған болса, міндетті түрде төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Мінекей осылайша біздің пирогымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай сәндесеңіз болады. Сгущенка немесе осылай мен печеньені уатып, осылай әдемілік үшін септім. Егер де өзіңіздің қалауыңыз бойынша шоколад немесе варенье, тағы басқа тәттілерді қолдансаңыз болады. Мінекей қараңыздаршы, өте жұмсақ, кескеннің өзінде де мамықтай жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап өтіңіз. Ең соңында менің қызымның пирогтың дәмін татып, дегустатор болғанын көретін боласыз. Егер де мен видеомды толық қараған болсаңыз, бағалап кетуді ұмытпаңыз. Рахмет. Қалай шыққан? Күшті ме, жаман ба? Жаман ба? Күшті ме?